Ең алдымен қарастыратын операторымыз print операторы болып табылады. Бұл оператор арқылы біз компьютерге енгізген айнымалымызды экран бетіне шығара аламыз. Print 4, print сәлем арқылы экранға 4 және сәлем сөздерін шығарып тұрмыз. Ең маңыздысы, сөзді жазар кезінде оны апостроф немесе тырнақшаның ішіне жазу керек. Әйтпесе, бұл программа ештеңе шығармайды. Ал сан жалғыз жазылып тұра алады. Print арқылы бір немесе бірнеше сөз қатарынан немесе қосып шығаруға болады. Бұл үшін қосу немесе үтір таңбаларын қолданамыз. Мысалы, print сәлем, үтір достар деп жазсақ, онда бұл амал арқылы екі сөз арасына пробел қоямыз. Ал егер плюс қойсақ, онда бұл сөздер пробелсіз қосылып жазылады. Біз принттағы көптеген амалдарды орындай аламыз. Бұл жерде бізде списокі беріліп тұр. Ал екінші қарастыратын программамыз input және int-input операторлары болып табылады. Олар негізінен біз қалаған кез келген таңбаларды енгізуге арналған. Бірақ ескеретін затымыз input тексті, ал int-input сандар мен айнымаларды енгізуге арналған. Программаны жазып болған соң F1-ды басамыз, және оң жаққа кез келген енгізгіміз келетін сөзді жазамыз. Print қалайсың, және біз оң жаққа жақсы деп жазсақ, бұл бізге мен жақсы деп шығарады. Білімімізді нығайту үшін мысал есеп қарастырайық. А мен Б айнымаларды енгізетін және олардың қосындысы С-ні табатын программа қарастырайық. С-тен А қосылған Б және print С. Біріншісіне 8, келесіне 5 сандарды енгізсек, бізге программа 13 санын шығарады. Ал салыстырғанға айнымаларды емес, тексті енгізетін программамен алмастыратын болсақ, және оң жаққа дәл сондай сандарды енгізсек, программа бізге оларды пробелсіз 85 шығарып береді.